Сәлеметсіздер ме, ұстаздар? Сіздер ақбота мынау олимпиадасының нәтижесін қалай аламыз, қалай көрсек болады деп көбіңіз сұрап жатырсыздар. Ол үшін ақбота дарын kz сайтына кіресіздер, осылай жоғарыда жазғандай мынадай етіп. Бұған кіргеннен кейін сізде осындай бет ашылады, және жоғарыда мына жерде менюді басасыздар. Сізде осындай шығады. Енді бұл жерде сіз посмотреть результат и скачать диплом деп тұр. Осының үстін басасыз, міне тұр ол. Осы жерді таңдағаннан кейін сізде оқушының данныйларын жазатын бет ашылады. Мына жерге оқушының ID номерін жазасыздар. Регион, қай облыс, соны таңдайсыз. Үшінші тілін таңдайсыз. Орыс тілде немесе қазақ тілде тапсырғаны. Мына жерге төртінші қатарға сыныбын таңдайсыз. Және ақшасы төленгенін, төленбегенін білу үшін нені басасыз, проверить оплату. Енді мен оқушының атынан төлеген жоқпын әлі. Міне, данныйын бәрі шықты. Оқушыңыздың аты жөні, неше балл жинағаны, сертификат немесе диплом алғандығы туралы осылай шығады. Менде төлемі төленбегеннен кейін осылай шықты, инструкция об оплату деп. Егер де сізде төленбеген болса, сізде осыған кіресіз. Сізге қалай төлеу керек екені осы жерде көрсетіледі. Егер төлеген болсаңыз, шығады. Міне, қалай төлеу керек екені барлығы мына жерде жазылған. Осылай көрсеңіздер болады. Қазір мына жерге қалай төлеу керек екені видеосы да шығады. Солай төлемеген болсаңыз, төлемін жасап алсаңыз болады. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Көмегі тиіп жатқанына қуанамын.